Сәлеметсіздер ме? Мен номер 37-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 3-ші А сынып оқушысы Айдынғали Инапай. Бөлме өсімдіктерін тек сәндік мақсатта емес, емдік мақсатта да қолданылатын түрлері бар. Соның бірі қастамақ гүлі. Қастамақ пеларгония тұқымдасына жататын шөптесін өсімдік. Оның 280-ге жуық түрі бар. Ол тек өзінің сұлулығымен, байлардың аулаларында, биік үйлердің алдында ақсүйектер гүліне айналған. Хош иісті қастамақтың құрамында эфирлі майлар болады. Сіздерге қастамақ гүлінің отырғызу тәсілдерін көрсетемін. Біз ол үшін қастамақ гүлінің қалемшесін алып, оны суға саламыз. Бірнеше аптадан кейін бізде қастамақтың қалемшесі осылай тамырлайды. Біз оны өзінің арнайы ыдысына отырғызамыз. Ол үшін бізге гүлдің өзінің арнайы ыдысы қажет болады. Сосын біз өзіне тасты саламыз, себебі ауа өту керек. Енді біз суды құямыз. Қастамақ гүлі жарық сүйгіш гүл болған соң, біз оны терезенің алдына жарық жерге қоюымыз қажет. Енді осы науқастың қан қысымы 20-30 минуттан кейін сол қол білезігіне жабыстырып қойсаңыз, онда сол науқас адамның қан қысымы реттеледі. Сөзімді қорытындылай келе, қастамақ гүлін егіп көбейтіңіз және емделіңіз. Сонымен қатар әдеміліктің ортасында өмір сүріңіз дегім келеді.